Достар, қалдарыңыз қалай? Кеше өзім толғатып, бірақ кешіріп бірақ шықтым. Бала кіндікке оралып қалып, сонымен бірден ауа жетпей, екеуміз де қиналып, срочно алып кетіп, енді босанып қолыма ұстап отырған жайым бар. Рахмет, құттықтауларыңызға рахмет. Сол іске шығып тұрамын жаймен. Қазір кешіруден кейін даже отыруда қиын екен, жүру. Достар, кеше Қамыржан кеше қаншада айттың бізге дайындалыңдар деп? Короче, ми айналып қапты болды. Біз сол. Болды, көп ойланбай қойшы, пожалуйста. Көп ойланбай қойшы болды. Я напрягай мозг свой. ал маған естіп көмектесіп көбінде мен демей отырмын. Осы кісісіз менге шығатын. Ал маған босалып жатқаныма қуанып отырмын бір жағынан. Көңілімді күшті қойғанға. Мынандай арнайы жатып тұрғанға арналған кровать. Еще деген мынандай. Ой, көрсетпейтін әдемі картинка. Балаға папасы қарап отыр. Көңілімді күшті. Бармадам деген рас қой негізінде. Мен толғатқаннан бастап жанымда жүріп, мама, қалайсыз? Мен толғағыма сіз қалай шыдадыңыз? Бірден толдық қой бірден. Мама уайымдап, жүрегі ұшып, сонымен надан артық бармадам деген рас қой негізінде. В общем, ұйықтап жатыр. Азаннан кешке дейін ұйықтайды, түнде ояу. Тура өзіміз сияқты бізде күнімен жүреміз, күнімен ұйықтаймыз. Түнде ғана жүретін әдетіміз бар еді, дәл солай. Қазір сөйтіп жоқ бізде. Ойбай. Қызым, Алла қаласа. Ал маған естіп көмектесіп көбінде мен демей отырмын. Осы кісісіз менге шығатын. Ақырында ашуланып кетіпті. Шешеме ұқсаған жылауық деп ұрсып. Сөйтті арқасынан бір еркелетіп. Амира ханым, рахмет. Тамақтарыңызға мантының бәрін сүйсініп жеп отыр. Рахмет үлкен.